Сәлем, қайырлы күн. Біз бүгін осындай Найт Пинеткидің алдыңғы сабақта біз 0-3 айлық балаларға тоқыған болсақ, бұл сабақта біз 3 және 6 ай аралығындағы балаларға арналған Пинеткидің табанын тоқып үйренетін боламыз. Яғни 10 табанымыздың ұзындығы 10 сантиметр болады. 5 сантиметр, 10,5 сантиметр болады. Бұл сабақта тек Пинеткидің табанын ғана тоқып үйренеміз. Пинеткиді толық тоқуды үйренгіңіз келетін болса, описаниедегі WhatsApp-қа өтіп хабарлассаңыз болады. Ол ақылы болады. Пинеткидің толық мастер-классы. Олай болса, алғашқы ауадағы ілмектерімізді аламыз. Бізге 3-6 айлық бала үшін 16 ауадағы ілмек алынуы қажет. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ауадағы ілмек алдық. Енді крючоктағыдан кейінгі бір көзді қалдырып, келесі екінші көзден біз 3 жай ілмек тоқып аламыз. Бір көздің ішінен 3 ілмек. Бір, дәл осы көздің ішінен 2, дәл осы көзден тағы да соңғы 3-ші ілмегімізді тоқимыз. Әрі қарай өкшеміз, табанымыз мұнда әдемі болып көрінуі үшін біз келесі әр көзден біреуден 5 жай ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бір жартылай оралған ілмек тоқимыз. Үшеуінен 3 ілмек, 3 ілмектен бірге өткізіп жібереміз. Әрі қарай 7 толық оралған бір ілмек тоқып шығамыз. 1, әр көзден бір ілмектен. 1, келесі екінші. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші. Және мына соңғы ілмектің ішінен біз 6 толық оралған ілмек тоқып шығамыз. 1, дәл осы көздің ішінен, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. 6 толық оралған ілмек тоқыдық. Келесі әрі қарай біз қайтадан 7 толық оралған ілмек тоқып шығамыз. Әр көзден бір ілмектен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, келесі 7. Әрі қарай бір жартылай оралған ілмек тоқылады. Және де 5 жай ілмек тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 1, осылай көз қалып кетпесін. Мұқият қараңыздар. 2, 3, 4, келесі міне 5-ші. Енді соңғы мына көзіміздің ішінен біз 3 жай ілмек тоқып алатын боламыз. 1, 2 және осыдан тағы 3-ші. Мына ең бірінші ілмегімізбен біз біріктіруші ілмек жасаймыз. 2 ауадағы ілмек аламыз.
бізде бірінші қатар аяқталды. Келесі екінші қатар. Екінші қатарымызды тоқу үшін дәл мұны түбіндегі ілмектен бастаймыз. Бір көзден екі ілмек тоқитын боламыз. Бір және осы көзден екі. Біз үш рет қайталаймыз. Яғни келесі көзден тағы да екі ілмек аламыз. Бір, дәл осы көздің ішінен екі, және соңғы үшінші рет бір, және осы көздің ішінен екі. Әрі қарай әр көзден бір толық оралған ілмектен алып тоқып шығамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Мінекей 12 толық оралған бір ілмектен тоқып шықтық. Келесі бізде 12, 13 болуымыз керек екен. 13. Мінекей біз 13 толық оралған бір ілмектен әр көзден біреуден тоқып шықтық. Келесі бізде алтаулық рапортымыз. Бұл жерде әр көзден екі толық оралған ілмектен 6 рет тоқып шығамыз. Бір, дәл осы көзден екінші рет, келесі екінші бір, екі, келесі үшінші бір, және осы көзден екі, төртінші рет бір, дәл осы көзден екі, бесінші рет бір, екі, және алтыншы рет бір, екі. Әрі қарай дәл жаңағындай 13 толық оралған бір ілмектен әр көзден тоқып шығатын боламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Әрі қарай соңғы үш ілмектің әр қайсысынан екі ілмектен тоқып шығамыз. Бір, және осы көзден екі, келесі екінші рет бір, екі, соңғы үшінші рет бір, және осы көздің ішінен екінші рет аламыз. Мінекей, енді біріктіруші ілмек жасаймыз. Міне, ең төбедегі бір және екінші тұрған ілмегімізге біріктіруші ілмек жасап аламыз. Екі ауадағы ілмек аламыз. Бізде екінші қатарымыз дайын. Әрі қарай үшінші қатар. Бір толық оралған ілмек. Дәл түбіндегі көзден бір толық оралған ілмек тоқимыз. Келесі екі, бір, осы көздің ішінен екінші рет. Келесі көзден бір толық оралған ілмек тоқимыз. Келесі көзден екі рет толық оралған ілмек тоқимыз. Бір, дәл осы көзден екі. Келесі бір толық оралған ілмек. Келесі екі рет бір көзден екі толық оралған ілмек тоқитын боламыз. Әрі қарай дәл жаңағыдай әр көзден біреуден толық оралған 13 ілмек тоқып шығамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, және 12, соң 13. Енді әрі қарай бір көзден екі ілмек тоқимыз. Бір, екі, келесі көзден бір ілмек тоқимыз. Бір,
келесі көзден тағы 2 ілмек тоқимыз. 1, дәл осы көздің ішінен екінші рет. Келесі көзден 1 ілмек. Келесі 2 ілмек тоқимыз бір көзден. 1 және 2. Келесі 2 көзден, әр көзден 1 ілмектен тоқып аламыз. 1, келесі көзден тағы 1 ілмек. Ары қарай келесі көзден 2 ілмек тоқимыз. 1, 2, келесі көзден 1 ілмек. Келесі көз 2 ілмек тоқимыз бір көзден. 1, дәл осы көзден екінші рет. Келесі тағы бір рет қайталаймыз. 1 ілмек және соңғы 2 ілмек. Бір көзден 1 және осы көзден екінші ілмек. Әрі қарай 13 әр көзден 1 ілмектен тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13. Ары қарай бір көзден 2 ілмек. 1, дәл осы көзден екінші ілмек. Келесі 1 ілмек. Келесі көзден 2 ілмек. 1 және осы көзден екінші ілмек. Келесі тағы бір көзден 1 ілмек. Келесі бір көзден 2 ілмек. 2 және соңғы 1 ілмек. Енді біріктіруші осы шеттен жібімізді қиып крючогымызды тартып шығарып аламыз. Біріктіруші ілмек жасайтын екінші көзіміздің іш жағынан сыртқа қарай крючогымызды өткізіп, жұмыс жібімізді ішке қарай тартамыз. Және мынау артындағы минус сияқты өткіземіз осы жерден, және мынау өрілгеннің ішінен, ортасынан өткіземіз. Осы жерден жұмыс жібімізді астыға қарай тартып алатын боламыз. Мінекей, келесі енді біз жібіміз шығып кетпеуі үшін мына жерден түйін жасаймыз. Ортасын тесік болып қалмау үшін бір жағы. Осы жақтан түйін жасаймыз. Мінекей, біздің 10,5 сантиметрлік табанымыз дайын. Бұл бізде 3 және 6 ай аралығындағы балаларға арналған пинеткидің табаны болатын. Біз бұл пинеткидің табанын Alize Lana Gold Classic жібімен тоқыдық. Крючоктың номері 1,75 мм. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.